Дүниедегі қазына не? Арқада Алтынбек деген батырдың асы болып, 300-дің баласына сауын айтыпты. Асқа Өтеген батыр да келді. Ол алдымен ханға сәлем берейін деп, Абылай отырған үйге бұрылды. Хан билерімен әңгіме дүкен құрып отыр екен. Үй сыртынан тыңдаса, Абылай: «Билерім, дүниедегі қазына не?» деп сұрапты. Билерінің бірі: «Қазына қорадағы қой, өрістегі жылқы» десе, енді бірі: «Алтын, күміс, асыл тас, таусылмас қазына» дейді. Абылай билердің сөзіне разы болмай басын шайқайды. «Тақсыр, ендеше жауабын өзіңіз айтыңыз» деді билер. Осы кезде Өтеген ат үстінде тұрып: «Уа, сөйлес» деді. «Сөйлесең сөйле» деп шуылдады үйде отырған билер. «Аузын буған 99 өгіз жоғалтып жүрмін» депті батыр. Абылай Өтегенді даусынан танып: «Мынау ұлы жүздегі Өтеген батыр ғой, аттан түсіріп үйге кіргізіңдер» деді де билерге: «Шуылдамай тыныш отырыңдар. Оның аузын буған 99 өгіз дегені сендерсіңдер. Жаңағы дүниедегі қазына не деген сөздің шешуін енді Өтегеннен сұрайық» деді. Өтеген үйге кірген соң Абылай оң жағынан орын беріп: «Батыр, естіген сөзіңнің шешуін өзің айт» деді. Өтеген ойлы көзбен отырған топты шолып шығып: «Қой жинасаң қорада, үй жинасаң түйеде, түйе жинасаң қияда қалады. Жылқы жинасаң дабылмен айдауға кетеді. Ысқырса жаудікі болады. Дүниедегі таусылмас қазына халық болады» депті. Осыны айтып болған соң Өтеген басындағы бөркін шешіп қасына қояды. Абылай да бөркін алып Өтегеннің бөркінің үстіне кигізіп қояды. Бөрікке бөрік киілген соң Өтеген батыр екі бөрікті қабаттап ұстап: «Қорықпа бөркім, қорықпа. Іші жоқ деп іштеп берді, тысы жоқ деп тыстап берді бұл ханың. Хан бергенін қайтып алса қара болады, қара бергенін қайтып алса бала болады» деп екі бөрікті қабаттап басына киіп алыпты.